Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен қысқа арналған күздік салат рецептімен бөлісетін боламын. Тура осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, салаттарыңыз ашымайды да және атылмайтын болады. Видеоны соңынан дейін көруге кеңес беремін. Алдымен бүкіл көкөністеріңізді жақсылап тазалап жуып аласыздар. Бізге керегі қияр, қызанақ, тәтті бұрыш, сәбіз, капуста және де ашты бұрыш қажет болады. Осы көкөністердің барлығын жақсылап майдалап турап аламыз. Мен видеода көрсеткендей етіп турасаңыздар өте әдемі болып шығады. Үлкен ыдыс немесе шараға осы көкөністердің барлығын біртіндеп қосатын боламыз. Ең алдымен капуста, қызанақ, сәбіз, қияр, тәтті бұрыш және де ашты бұрышымызды майдалап турап бір-бірімен қосып жақсылап араластыратын боламыз. Біз бұл жерде ашты бұрыштың ішіндегі дәнін алмаймыз. Видеодағы көрсетілгендей тек екі шетін ғана алып тастап, бәрін бір-біріне қосатын боламыз. Енді бізге керегі лавровый лист, қара домалақ бұрыш, тұз, қант, сұйық май және де 9% уксус қажет болады. Барлығын осы көкөнісіміздің бетіне қосып, жақсылап қолымызбен салатты араластыратын боламыз. Міне біздің салатымыз жақсылап толыққанды араласты. Енді осыны 3 сағатқа бетін жауып, бөлме температурасында қалдырамыз. Салатты осы күйінше жеп көрсеңіздер де болады. 3 сағат уақыттан соң біз үлкен кастрюля немесе асты қалың ыдысты газға қойып, ішіне салқын су құйып, салатымыздың бәрін осылай банкаға салып, шамамен 20 минуттың көлемінде жақсылап қайнатып аламыз. Достар, міндетті түрде салқын суға салыңыздар, содан кейін қайнатыңыздар. Бірден ыстық суға салсаңыздар, банкаларыңыз сынып кетеді. 20 минут уақыттан соң ыстық банкамыздың бетін қақпағын осылай закрывашкамен жауып, төңкеріп, бөлме температурасында қалдырамыз. Міне біздің қыстық салатымыз дайын, ас болсын.